Elimizde bizde hoştan kandı жайылып кесілген кептірілген қойды негізі қамырын жұмыртқадан иілеп осылай чұқылап жаясыз да қолға жаспайтындай еді. Негізі қамырын жұмсақтап етіп илеген дұрыс. Кептіріп қоямыз осылай. Одан кейін осылай кесетін боламыз. Майдалаймыз. Сонда бізде осындай майда шат осыны кептіріп қызып тұрған майға табадағы пісіретін боламыз. Аз жағанызды шамамен осындай шамада пісірсеңіз осы көтеріп әдемі пісіп шығады. Қамырны аздап созғыш жүрсе көтеріп пісетін болады.